наурыз да келуі мүмкін. Мына бір қорқынышты есепті бірге шығарып қойды. Яғни 2 синус альфа плюс 3 косинус альфа бөлінген 5 синус альфа минус косинус альфа. Бізде котангенс альфа минус 2-ге тең. Олай болатынса, мына түрде есепті шығару үшін барлығын біз синус альфаға бөлуіміз қажет. Яғни мынаны синус альфаға бөлеміз. Яғни көріп тұрсыздар ма? Алымын да бөлімін де синус альфаға бөлеміз. Сонда бізде не шығады? Қараңыздар. Барлығын синус альфаға бөлетін болсақ, мына синус пен синус қысқарады, мына да синус пен синус қысқарады. Мына косинус пен синус бізде мына жақта котангенсті береді. Яғни және төменде де ол котангенсті береді. Сонда біздің мәніміз қаншаға тең? Мында 2 қалды. Біз енді котангенс альфа қаншаға тең дедік? Минус 2-ге. Онда жоғарыдағы мына 3 пен 1-ге көбейтіліп бізде 2 плюс 3 көбейтілген минус 2 болады. Дәл солай бөлімінде бізде 5 минус, онда котангенс бізде минус 2 тең. Яғни минус 2, сәйкесінше бізде 3 көбейтілген минус 2 бізде қаншаға тең? Минус 6. Яғни 2-ден 6-ны азайтсақ бізде минус 4, ал бөлімінде 5 минус 2 ол бізде плюс, яғни 7 болады. Минус 4 бөлінген 7-ге тең екен.